Қалың елім қазағым. Атажұрттың 12 азаматын Алматыда, 4 азаматын Астанада қамады. Адамзат тарихында істемеген ісі үшін сен істеуің мүмкін, мынандай қылмыс жасауың мүмкін деп іс қозғау тек Қазақстанда ғана бар сұмдық құбылыс. Және бір өздері білмейтін фейк әлеуметтік желі аккаунт арқылы мына аккаунт сенікі деп мәжбүрлеп іс қозғап отыр. Оны дәлелде десе, дәлелдей де алмайды. Демек, бұндай нақақшылық ертең сенің де басыңа келеді. Сенің де кез келген балаңды, ініңді, ағаңды, бауырыңды, өзіңді, кез келген фейк аккаунтпен мынау сенікі деп мәжбүрлеп отырып, сені істі қыла алады. Ендеше, бұл зұлымдыққа сен қарсы тұр. Атажұрттың нақақ қамалып отырған азаматтарына бостандық талап етіп, өтініш емес, талап етіп, Конституцияны, ата заңды бұзбаңдар. Азаматтардың Конституцияда, ата заңда көрсетілген тіл еркіндігі, сөз еркіндігі құқын аяққа таптамаңдар деп, өз құқықтарыңды талап етіп, атажұрт азаматтарын қолдап, видео үндеу тастаңдар, челленджі жасаңыздар. Және өздеріңіздің наразылықтарыңызды әлеуметтік желіде ашық айтыңыздар. Ол видеоларыңызды маған және атажұрттың басқа азаматтарына жіберіңіздер. Желіде біздің атымызды тектеп салыңыздар. Инстада және Фейсбукте, мессенджерде жекемізге жіберіңіздер. Менің телефоным +1 551 554 29 85. Қоңырау шалуға болмайды, тек жазу жазыңыздар. Видеоларыңызды WhatsApp-қа, Telegram-ға жіберіңіздер. Айналайын қалың елім қазағым. Мынау зұлым биліктің зұлымдығына бүгін қарсы тұрмасаң, ертең кеш болады. Тоқаев Ресеймен келісімшартқа отырды. Ешкімнен ақыл сұраған жоқ. Сенің қалауыңсыз, менің қалауымсыз, тұтас қазақ халқының қалауынсыз Ресеймен елдікті, егемендікті жоятын келісімшартқа отырды. Ресеймен одақ болды. Бұл келісімшарт бізді елден де, жерден де, отаннан да, мемлекеттен де айыратын теңсіз келісімшарт. Және Тоқаев Қытайды қазақ жеріне әдейі қаптатып отыр. Қазақ жерінің шығысын, оңтүстігін Қытайға кесіп бермек. Қазір Қытайлар Қазақстанды өздерінің отары деп біледі. Қазақстанның халқын қайыршыландырып жатыр. Міне осындай зұлымдықтарға үнсіз көніп отырған сен екі дүниеде де жаратушының қарғысына қалып қоясың. Сол үшін жаратушының қарғысына қалмау үшін жаратушының бұл сынағына сен қарсы қарекет жаса. Қытайға, орысқа қарсы күресіп жатқан атажұрттың азаматтарын қолда. Кем дегенде өз ойыңды ашық айт. Атажұрттың азаматтарын нақақ соттауды доғарыңдар, тоқтатыңдар деп азаматтық ұстанымыңды білдір. Бұл сенің Қазақстанның ата заңында көрсетілген өз ойыңды ашық айтуға заңменен кепілдік берілген азаматтық, конституциялық құқың. Ендеше Қазақстанның ата заңында, конституциясында көрсетілген құқыңды пайдаланып, өзіңнің көзқарасыңды айт. Атажұрттың азаматтарына қолдауыңды білдір. Бәріңді соттай алмайды, бәрімізді соттай алмайды. Мына зұлым билік үрей ішінде тұр. Ендеше үн қат. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.